Мен 15 жылдық тәжірибесі бар уролог-андролог дәрігер Нұрлан Елжанұлы өзімнің 15 жылдық тәжірибемде 30-нан астам еркектерге көмектестім. Оның ішінде еркектердегі проблемалар және еркектердің белсіздігі, бедеулігі сияқты проблемалар шешуге өзімнің көмегімді бердім. Осы уақытқа дейін Москва, Санкт-Петербург, Минск сияқты шетелдің бірнеше қалаларында өзімнің білімді жетілдіріп келемін. Өзімнің каналымда ерлерге пайдалы ақпараттармен бөлісіп жүрмін. Комментарий жазып, лайк пен колокольчикті басып қойыңыз. Бүгін сіздермен талқылайтын тақырыбымыз ол еркектердегі жыныс жолмен берілетін инфекциялар. Қазіргі таңда еркектер өте көп оңды-солды қыздарға барады және әсіресе барған кезде көбісі қорғанусыз барады. Қорғанусыз дегеніміз яғни мүше қылып қолданбайды. Одан қалса минет жасатады, одан қалса қазіргі таңда трендке айналған боди массаж деген бар. Осының барлығының қандай жұғу жолдары және қандай асқынулары және қалай емделу керектігі жайлы сіздермен сөз қозғайтын боламыз. Ыңғайлы отырып алыңыз. Егер де сіз оңды-солды қыздарға бара беретін болсаңыз, дұрыс емес өмір салтын ұстанатын болсаңыз, тіпті қыздарға барғанда да инфекция маған жұқпайды, алдыңғы жолда жұқпаған, бұл жолда жұқпайды деп өзіңізге сенімді болып жүрсеңіз, онда видеоны соңына дейін қараңыз. Енді біздің менталитет деп айтамыз ба, жоқ әлде біздің интеллигенциямыз деп айтамыз ба, қазіргі таңда бізде қазақ аудиториясында бұл жайлы көбінесе айтыла бермейді. Өйткені инфекция туралы айтуға болмайды, ол ұялады деп жатады. Шын мәнінде кейбір инфекциялар бар, жыныс жолмен берілетін. Олар жыныс жолмен түссе, тіпті ракқа дейін алып келеді. Сол үшін бұл тақырып әрбір адам үшін өте актуальды, маңызды болып табылады. Енді айтар болсақ, инфекциялар өздері қалай бөлінеді? Инфекциялар вирустар, бактериялар және паразиттер болып бөлінеді. Және ол қандай жолмен жұғады? Жыныс жолмен жұғады біріншісі. Екіншісі қан арқылы жұғады, сонымен қатар анадан балаға жұғады және тері мен терінің үйкелу арқылы жұғады. Енді әрбір түріне тоқтап кететін болсақ, инфекциялардың өздері жыныс жолмен берілетін инфекциялар ол хламидиоз, гонорея, сифилис, герпес вирус, АИТВ яғни ВИЧ деп айтып жатады, папиллома вирус, адамның папиллома вирусы, трихомониаз, сонымен қоса жаңағы уреплазма, гонорея деген қосымша патогенді микрофлораларды жатқызуға болады. Енді бұл инфекциялар көбісі айтады, бізге қабылдауға пациент келген кезде менде ешқандай симптом жоқ, мен для себя өзім тексеруге келдім дейді. Бірақ оны тексересің, тексерген кезде инфекциялар шығып жатады. Мысалы, әсіресе симптомсыз, яғни ешқандай белгісіз жүретін инфекциялар, олар хламидиоз және трихомониаз. Бұл екеуі де организмге түскен кезде бірден белгісін бермейді. Олар клетканың ішіне тығылып жатады да, уақыт өте келе иммунитет төмендегенде, немесе салқындап суықтап қалғанда, немесе басқа аурумен ауырған кезде, сол кезде қозып өзінің асқынуын беріп жатады. Бізге қабылдауға келгенде пациенттер ең жаман инфекция, ең қауіпті инфекция қандай дейді. Негізі ең қауіпті инфекция ол өзінің ешқандай белгісін бермейтін инфекция. Яғни бұған осы жаңа жоғарыда айтып өткен хламидиоз бен трихомониазды жатқызуға болады. Өйткені сіз хламидиозды жұқтырасыз, жұқтырғаннан кейін, яғни айтар болса қызға барасыз, қызға барғаннан кейін қорғанусыз, ешқандай мүше қапсыз қосылдыңыз және ертеңіне болсын, бір апта, бір ай, бір жылға дейін сізде ешқандай ашу, қышу, ауырсыну, выделение сияқты бөлінді деген нәрселер негізі болмайды. Бірақ көп пациенттер бізге профилактикалық осмотр кезінде немесе үйленуге дайындалып жатқан кезде случайно анықтап жатамыз хламидиозды және трихомониазды. Яғни хламидиоз инфекциясы ұрық жолына түскеннен кейін, егер оны уақытында анықталмаса, уақытында емделмесе, ол міндетті түрде ұрықтың жолын бекітіп, еркекте де және әйелде трубантты бекіту арқылы бедеулікке, белсіздікке алып келеді. Бұны біздің медицинада обструктивті азоспермия деп айтады. Яғни ұрық жолы бекітілген белсіздік дейді. Яғни ұрықтың шығуы мүлдем жоқ, жолдың бәрі бекітіліп қалған. Мұндай кезде ешқандай укол, дәрі, система және басқа нәрселер оған көмектеспейді. Тек қана бір ғана ем бар, ол ұрықтың жолын кесіп қайта бір-біріне жалғау. Яғни оны вазоанастомоз немесе вазоэпидемоанастомоз деп айтып жатады медицинада. Сіздердің тілдеріңше қарапайым тілмен айтқанда ұрық жолын кесіп, яғни зақымдалған, бекітілген ұрықтың жолын кесіп, бір-біріне жалғап пластика жасайды. Ал келесі инфекция ол трихомониаз инфекциясы. Трихомониаз инфекциясы негізінде бағана жоғарыда айтып өттім ғой, бактерия, вирус, паразит. Бұл паразиттерге жатады. Бұл тоже өзінің ешқандай белгісін бермейді, жыныс жолына түседі. Сонымен қатар бұның жаман жері бұл қасындағы басқа инфекциялар болса, соларды жеу арқылы бұл көлемін ұлғайта береді. Және трихомониаз өмір сүру уақыты да өте ұзақ. Пациенттер бізге қабылдауға келген кезде, мен осыдан 5 жыл бұрын қызға бардым, одан кейін мен қызға барған жоқпын, сонда ол инфекция қайдан жұқты дейді. Ол инфекция сіз 5 жыл бұрын барсаңыз да, 50 жыл бұрын барсаңыз да, егер де сіз емделмесеңіз, ол инфекция сізден кетпейді. Менің өз қабылдауымда
91 жылғы бір жігіт болды. Бір қызбен жыныстық қатынаста болған, қорғанусыз минетте жасатқан. Содан кейін сол инфекцияны жұқтырған. Бірақ уақытысында мүмкін жастықпен, мүмкін ақшасы болмай емделмеді, мүмкін ақшасын қимады денсаулығына, оны білмеймін. Уақытысында емделмей пациент жүре берген. Содан 6 айдан кейін барып ем қабылдап бастаған. Өйткені 6 айдан кейін мүшесінен ірің аға бастаған, қыши бастаған, простатитпен асқынған, мүшесінің тұру әсери бастаған. Сол кезде барып өзінің симптомдарын белгілеген кезде пациент денсаулығына мән бере бастап ем қабылдаған. Бірақ өкінішке орай ол пациент уақытысында дер кезінде ем алмағандықтан ол пациент жазылған жоқ. Ол пациенттің қазіргі таңда емделіп жүргеніне 7 жыл болды, бірақ қазірде ол кеткен жоқ. Біздің Қазақстаннан бастап, Қазақстан, Украина, Москва, Санкт-Петербург, Қытайға дейін барып 15 миллион ақшамды жұмсадым деді сол пациент. Өйткені трихомонада инфекциясы жыныс жолында ғана емес, ары қарай жұмыртқаға дейін өткен. Өздеріңіз білесіздер, жұмыртқа сонымен қатар ұрықты бөледі. Яғни сол трихомонада инфекциясы жұмыртқаға дейін өтіп, жұмыртқадағы сперматозоидтарды бөлетін каналистердің барлығын бекіткен және зақымдаған. Қазіргі таңда пациент инфекцияны емдеудің барлық жолдарын қарастырған, Мәскеудегі бірнеше профессорлерге де барған. Бірақ ол, так как инфекциясы уже тереңге еніп кеткендіктен, ол пациентте ол трихомонада инфекциясы кетпей қалды. Сол үшін де денсаулықтарыңызға салғырт қарамаңыздар. Кейбір инфекциялар бар, неге ракқа да алып келетін. Яғни, жоғарыда айтып өткен хламидиоз трихомониаз инфекциясын жұқтырсаңыз, сіз міндетті түрде тексеріліп қаралу керек. Тіпті жұқтырмадым деп өзіңізге сенімді болсаңыз да, қандай да бір қызға барсаңыз да, және мүшеқап қолдансаңыз да, қолданбасаңыз да, және де мүшеқапсыз минет жасатсаңыз, міндетті түрде инфекцияға тексеру керек. Өйткені мүшеқап 100% инфекциядан қорғамайды. Ол өздеріңіз мүшеқаптың егер тарихын білетін болсаңыздар, мүшеқап негізі инфекциядан қорғау мақсатында жасалмаған. Мүшеқап негізі әйел жүкті болып қалмас үшін жасалған зат болып табылады. Сонымен қатар жоғарыдағы хламидиоз және трихомониаз инфекциялары бұл белсіздік бедеуліктен басқа простатит, яғни қуғасты безінің қабыну аурулары қазіргі таңда ол урологтардың арасында өте модный диагноз. Егер де сіздің мүшеңіз тұрмай қалса, сия алмай қалсаңыз, қисық сисеңіз, онда кез келген уролог сізге міндетті түрде простатит диагнозын қойып бере салады. Ал шын мәнінде ол простатит екінің бірінде кездесе береді деген сөз емес. Оның өзін тексеретін анализі бар. Ол туралы келесі видеода отдельно простатитке тоқталатын боламыз. Қазіргі таңда сіздермен тек қана инфекция жайлы айтамыз. Және де келесі инфекцияның түрі ол гонорея, гонокок деп айтады. Қарапайым халық оны трипак деп айтып жатады. Әсіресе ол өте осы жерде сақ болыңыздар. Пациент мүшесінен ірің ақса болды, ол қайда барады? Ол ақшасын құртып, мазок тапсырғанша, ақшасын құртып дәрігерге бергенше, олар аптекадағы тұрған провизорларға барады. Олар дәрігер емес. Олар сіз айтасыз, мен мүшеме ірің ағып тұр, мен трипак ұстадым дейсіз. Ол сізде нақты трипак па, ол трихомониаз ба, ол хламидиоз ба, мүмкін сізде сифилис шығар, мүмкін спид па, оны ешкім білмейді. Оны дәрігерлер де айта алмайды. Оның барлығы тек қана мазок, ПЦР немесе ИФА анализдері арқылы тек диагностика жасалынады. Ал аптекада тұрған қарапайым адамдар, яғни дәрі сатушылар, олар қайдан біледі? Тіпті дәрігердің өзі анализсіз сізге ем тағайындай алмайды және анализсіз сізге диагноз қоя алмайды қандай инфекция бар екен. Ал аптекадағы қарапайым дәрі сатушы мамандар, олар қайдан біледі сізде қандай инфекция бар екен. Көп адамдар сол ақшасын мазок тапсыруға, ПЦР тапсыруға, дәрігердің консультациясына қимай, сол жаңағы аптекадағы дәрі сатушыға барып, мен мүшемнің ірің ағып тұр дейді. Ол алады да, қазір атын атамай қойын, бір-екі укол бар. Өйткені оны да сіздер алып өздеріңізге салып алуларыңыз мүмкін, көмектеседі деп. Бір-екі укол бар. Сіз ол укол саласыз, моментально сіздің іріңіздің аққаны тоқтайды. Бірақ іріңнің ағып тұрған тоқтағаны ол сіздің толық жазып кеттіңіз деген сөз емес. Ол жерде тек қана симптом, яғни белгісін ғана жояды. Бірақ уақыт өте келе ол инфекциялар қалып қояды ғой. Уақыт өте келе ол сізден қайтадан ірің ағады. Сонымен қатар бағанағы айтып өткен белсіздікке, бедеулікке, простатит, уретрит сияқты жыныс жолының қабыну ауруларының асқынуына алып келеді. Одан қалса, сол дәрілер туралы әсіресе жаңағы жеңіл жүрісті қыздарға көп баратын жігіттердің өзі советовать етеді. Ей бауырым, сен мынаны ала сал да сала сал, моментально сен жазыласың деп. Ол денсаулық, ол сізге берілген аманат. Егер шын мәнінде сіз оны денсаулықты құртып алсаңыз, ешқандай ақшаға соны сатып алмайсыз. Бағана жоғарыда айтып өттім ғой. Шетелге барып 15 миллион құртқан пациент, даже 15 миллионға да емдей алмады. Сіз 100 миллион берсеңіз, оны емдей алмайсыз егер асқынған болса. Сол үшін денсаулық негізі шын мәнінде сізден басқа ешкімге қажет емес. Және де одан қалса, жеңіл жүрісті қыздарға барған еркектер аптекада кейбір бір растворлар бар. Оны да атын айтпай қойын, өйткені оны да өздеріңізге құйып алуыңыз мүмкін. Сол растворды қызға барады, мүшеқапсыз, мүшеқаппен яғни ұрығын ағызып, жаңағы қызға ағалғысын айтып болғаннан кейін
барады да дәретке шығып сыйып тастайды, сосын артынан мүшесіне жаңағы ерітіндіні, сұйықтықты құяды. Қандай мақсатта құйдың десең, вдруг менің мүшеме инфекция түсіп кетті деп, түсіп кетсе, мынау соны жояды ғой дейді. Шын мәнінде ол химикат, ол ожог шақырады, яғни күйдіреді мүшенің ішін. Сіз бір құясыз, екі құясыз, әрдайым құя бергендіктен ана жерде мүшеңіздің ішінде шырышты қабаты өте нәзік болады. Мына ауыздың ішіндегі шырышты қабаты мен мүшенің сиетін каналы шырышты қабаттың клеткалар екеуі бірдей. Сол үшін сіз үнемі құйып күйдіріп, сосын сол жақта тыртық пайда болады. Және де тыртық пайда болғаннан кейін міндетті түрде сіздің сиетін каналыңыз бекітіліп қалады. Сиетін канал бекітіліп қалса не болады? Онда мүшені кесіп, оған операция жасап, пластика жасайды. Және ол операция бір этаппен бітпейді, ол екі этап жасалынады. Яғни бір жасайды операцияны, 6 айдан кейін сіз қайтадан келіп, сол түзетуге келесіз, тағы да жасалынады. Жарайды, сіз нәпсіңізге беріліп қойдыңыз, 5 минуттық ләззат үшін оны жасап қойдыңыз, бірақ сіз ары қарай мүшеңізге көрінген нәрсені құйып, оны жарақаттай берудің қажеті жоқ. Ал енді өзімнің тәжірибемдегі болған оқиғалармен айтады бөлісетін болсам, қабылдауға келген жігіттер 20 мыңнан бастап 100 мың және одан да жоғары жеңіл жүрісті қыздарға ақшасын төлейді. Және сол төлеген ақшасына олар инфекцияларды, ауруларды сатып алады. Одан кейін олар бізге келеді, сосын олар бізбен саудаласады. Бұл инфекцияға тапсыру қанша тұрады? Бұл платный ма не? Не үшін платный? Сіз дәрігерсіз ғой, неге тегін емдемейсіз? Сосын біз встречный сұрақ қоямыз. Сен сол ауруды сатып алуға ақшаңды құрттың ғой. Енді саған денсаулығыңа зиян келтіріп тұрған ауруды неге емдеуге ақшаңды құртпайсың? Және де бір жігіт келді жақында. Қыздарға барған, яғни мүше қапсыз. Инфекция жұқтырған, мүшесінен ірің аққан. Содан кейін ол дәріханаға барып, дәріханадағы маманның, дәрігер емес, ешқандай мазок тапсырмаған, маманның, аптекадағы маманның уколын бір реттік уколын салып, іріңі тоқтатқан. Сонымен жүре беріп, бір күн үйленеді. Үйленгеннен кейін 5 жылдай әйелі көтермейді. Сол 5 жылдан кейін әйел де өзі дәрігерлерге, яғни әйел гинекологқа, күйеуі урологқа, яғни маған келеді. Тексеру барысында біз еркектің де ұрықтың жолы бекітілген анықталады, яғни белсіздік болып қалған, тіптен тірі ұрық жоқ, өйткені ұрықтың жолы бекітіліп қалғандықтан ұрықтар шықпайды. Және де әйелінің трубасы да бекітіліп қалған. Ал енді қазіргі таңда ол жігітке де операция жасау керек, және оның әйеліне де операция жасау керек. Сол сияқты осындай асқынуларға ұшырамас үшін міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз келмеген жағдайда, хотя бы дәрігерге қаралып, мазок ПЦР анализдерін тапсырып, егер де оған ақшаңыз қимаған жағдайда, онда мүшеқап міндетті түрде қолданыңыз. Бірақ онда да 100% мүшеқап қорғайды деген гарантия жоқ. Сонымен қатар кейбір жігіттер бізге қабылдауға келіп жатады. Жыныстық қатынасқа мүшеқаппен түстім, бірақ сонда да менде мүшемнен ірің ағып тұр, ашып тұр, қышып тұр деген сияқты шағымданады. Пациенттен ары қарай сұрай келсе, ол мүшеқаппен жыныстық қатынасқа түскенмен, ол жаңағы жеңіл жүрісті қызға мүшеқапсыз минет жасатқан. Ауызда инфекциялар өте көп жүреді. Инфекция үшін ауыз өте қолайлы. Сол үшін сіздер ойламаңыздар, сіздер қатынасқа мүшеқаппен түстім, минет жасаттым, ол қайдан жұқты деп. Ауыздан да инфекция жұға береді. Ал енді не істеу керек деген сұрақ туындап жатқан шығар сіздерде. Егер қызға барсаңыз, күмәндансаңыз, және де дәрігерге ақшаңыз қимай жатсаңыз, хотя бы арзан мазок на степень чистоты деген анализ бар. Соны тапсырыңыз. Бірақ ол жерде тек қана 3 немесе 4-ақ түріне тексереді инфекцияның. Мазок арқылы бірақ бағанағы жоғарыда айтып өткен хламидиоз инфекциясы анықталмайды. Енді денсаулық аманат қой. Әрине ең дұрысы ПЦР, жыныс жолмен берілетін ПЦР анализін тапсырған дұрыс. Өйткені ол ПЦР анализі сіздердегі клеткаларда ДНК-ның деңгейінде терең тексеретін анализ болып табылады. Сонымен қатар қазақта мақал бар: тауық сойса да қасап сойсын деген. Міндетті түрде урологқа немесе венеролог маманына қаралған дұрыс. Ал енді не істемеу керек? Біріншіден, егер қызға уже қатынаспен болып қойсаңыз, онда біріншіден мүшеңіздің ішіне көрінген нәрсені құя бермеңіз. Өйткені оның құрамын сіз білмейсіз не құйып жатқан. Бағана айтып өткендей, операцияға дейін асқынуға алып келуі мүмкін. Ал екінші, ол сіздегі жұқтырған инфекцияның антибиотиктерге төзімділігі немесе төзімсіздігі. Оны чувствительность немесе нечувствительность деп береді анализдерде. Егер де ол инфекция сіз қабылдаған антибиотикке төзімді болса, яғни нечувствительный, ол антибиотик ол инфекцияны өлтіре алмайтын болса, онда ол керісінше қайта сол инфекцияны қозып, ары қарай дамуына жағдай жасайды. Қалай? Сіз антибиотик ішесіз, ол антибиотик ол инфекцияны өлтіре алмайды, керісінше сіздегі иммунитетті түсіреді. Иммунитет түскен кезде сол антибиотиктер ары қарай көбейеді. Үшінші, яғни сіз жыныстық қатынасқа түстіңіз, бір аптадай бақыладыңыз, сізде ешқандай ашу, қышу, ауырсыну, мүшеңізден бөліну жоқ, денеңізде бөртпелер жоқ, значит мен жұқтырған жоқпын деп ойлайтын шығарсыз. Шындығында бағана жоғарыда айтып өткен хламидиоз, трихомониаздар ешқандай симптомсыз, белгісіз өтеді. Сол себепті
ПЦР анализін, мазок анализін дәрігерге көрінбей тұрып әйеліңізбен жыныстық қатынасқа түспеңіз. Бірінші тексеріліп алыңыз, барлығы таза дұрыс деген жағдайда ғана қатынасқа түсіңіз. Өйткені сіз әйеліңізбен қатынасқа түсіп қойсаңыз, сіз тек қана өзіңіздің денсаулығыңызға емес, сонымен қатар әйелдің денсаулығына зиян келтіресіз, және одан қалса әйеліңізбен араңызда жанжал туындайды, және сіз двойной шығынға ұшырайсыз. Өзіңіз емдейсіз және әйеліңіз емдейсіз. Егер де сізде жоғарыдағы аталған симптомдар, белгілер болса да, болмаса да, және де осыдан бірнеше жыл бұрын, ол 5 жыл ма, 10 жыл ма, жоқ 20 жыл ма, және сіз мүшеқаппен, мүшеқапсыз жыныстық қатынаста болсаңыз, онда міндетті түрде сіз тексеруіңіз керексіз. Және де үйленуді жоспарлап жүрсеңіз, және үйленудің алдында қыздармен қатынаста болсаңыз, міндетті түрде тексерілген абзал. Ал сол үшін сіздегі проблеманың нақты бар жоғын анықтауға біздің клиника мамандары көмектеседі, консультацияға жазылыңыз. Төмендегі номер бойынша консультацияға жазылыңыз. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін маңызды, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.